Okuyucular, odanızda. Bugün sabahınız yok. Жақсы. Сабаққа дайынсыздар ма? Сіздерге үй жұмысына берілген тапсырма я жоқ деген тапсырма болған болатын, я және жоқ деген сұрақ жауаптан тұратын тапсырмалар дайындап келген болатын шығарсыздар, иә? Бірінші топ. Дайынсыздар ма? Екі оқушы шығыңыздар. Жақсы. Қолдарыңызға назар. Екі түрлі түсті. Қағаз ұстап тұрасыздар. Басқа топтың оқушылары сұрақтарыңызды дайындаңыздар, иә? Дұрыс жауап болады. Егер дұрыс жауап болатын болса, я деген жауап жасыл түсті. Бұрыс жауап болатын болса, қызыл түсті, яғни жоқ деген жауапты көтеретін болады. Жақсы, бастаймыз. Медеу Сәрсеке Қаныш Сәтбаев туралы эссе жазды ма? Жақсы. Алғашқы сауатты молдада ашылма. Жақсы, өте келмек. Медеу Сәрсеке Қазақстан Республикасы құрмет орденімен 2002 жылы марапатталды. Жоқ, қай жылы марапатталған екен? 2001. 2001 жылы марапатталған. Медина, Катерина бір бөлмесі сенікі деп жібермей қойған Усовтың үйі Екатерина Филимовна еді. Жақсы. Еңді? Медеу Сәрсекені күлді одаққа танымал еткен роман «Қосбекенді адам». Көрсеңіз. Жоқ, жақсы. Шын есімі Абдулғани. Ұлттық сұраушы ашылған Қазақ КСР ғылым академиясының алғашқы президенті Қаныш Сәтбаев. Жақсы, өте керемет, рахмат. Ленин жас газетінің редакциясында 1948-1949 жылдарда әдеби қызметкер бөлім меңгерушісі болып еңбек етеді. Соңғы сұрақ. Институтында білім алған. Білім алған. Иә. Жақсы, рахмет. Қажыбай өнердің сан қаласында озық болған музыка филология алған. Иә. Жақсы, Қаныш Сәтбаевтың тонының осынша ықпалы бар. жоқ, керемет, бейғашаш. Медеу Сәрсеке Абаевтың Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітіріп шыққан ба? Жоқ, дұрыс болады. Өте керемет. 1953-1955 жылдар аралығында Медеу Сәрсеке Ленин газетінің редакциясында әдеби қызмет етті. Жоқ, жақсы. Дұрыс, иә, өте керемет, Санжар. Қаныш Сәтбаев Текелі деген жерде туды ма? Туды ма? Туылды ма дейді. Жоқ, өте керемет. Рахмат. Медеу Сәрсекенің өмірінің көп жылын көрнекті геолог, Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президенті Арыстанұлы Бөкеевтің тұлғасын зерттеуге арнады. Сен де көресіз. Жоқ. Айхан. Сірә мына жерде алу емес қосу белгісі тұру керек еді деп айтты. Сен дұрыстың. Соңғы сұрақ. Қазақтың зау тұлғалы алыптар Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Имантай дос болған. Жоқ, қате. Мұхтар Әуезовпен дос болған. Үшінші топ, сіздерге. Үшінші топ, сіздерге ұшырады. Екі ұшырады. Бексұлтан және тағы бір оқушы. Жақсы, еңірек. Жарайсыздар. Ұстамыз, иә? Жақсы, бастайық. Осы Қаныш Сәтбаевтың сүйікті ұстазы болған. Кім? Осы. Жақсы,
Ақын Кәркімбек Салықов Қаныш Сәтбаевтың шыққан билігін әуелеске теңеді. Жақсы, тағы Мерей. Бірінші сауатын Шорман ауылда ашқан болатын. Жоқ, ол ауылдасында ашқан. Ауыл моласына ашқан екен, жақсы. Жақсы, Данел. Жоқ, жақсы, Әлия. Видео сесікерін жаңғырақ романы өндіріс тақырыбында жазылған. Иә, жақсы, Динара. Қазақ тілі мифология Бірінші топ сіздерде? Жақсы, Айлана. Видеосесікер Шығыс Қазақстан облысы Абыралы ауданында дүниеге келген. Жақсы, неге келген, иә? Жақсы, Санжар. Видеосесеке 1936 жылы 1 қаңтарда туған. Екінші аты. Жақсы, өте керемет. Рахмат. Алматыдағы гидрометеорология институтына түсіп, инженер-метеоролог мамандығы бойынша бітіріп шыққан. Жақсы, өте керемет. Рахмет. Төртінші топ. Николайжан осы кеңесін тапсырып, алсын сөзге өткен жоқ. Поэмасының авторы Медеу Сәрсеке. Ненің авторы? Масғұт. Ертімбай бидің отбасында дүниеге келген. Имантай бидің. Сол университеттің кітапханасында кітаптар өте аз болады. Фантастикалық жанрдағы шығармалары жоқ. Видеосесікер абайдың қара сөздері туралы шығармалар бар. Қонысбаев роман эссесінің сюжеті академик Қадышев Имантай Алшынбаевтың өмір жолына арналған үшін. Видеосесікер Үшкір қаламынан 1968 жылдан бері 7 драма туған. Классика бірсе екен. Тағы сұрақ бар ма? Бар. Жақсы, результат сау сұрақ болды. Видеосесеке көкселік атты шығарманы жазды ма? Видеосесеке 1990 жылы 18 наурызда дүниеге келген. 1990 жылы 18 наурызда дүниеге келген. Рахмет. Ендеше бүгін бізде жаңа тақырып дәптерімізді ашып алайық. Қарашаның 25-і сынып жұмысы бөлім қазақ тілі сабақ тақырыбы оқу жылдарындағы сәттер деп аталады. Жақсы. Жазбай аяқтап қояйық. Сабағымызды бастамас бұрын сіздермен жауапты қалыптастыру үшін ойын ойнап кетейік. Назым? Жақсы. Шартын түсіндіре кетейін, иә? Сіз алдыға қарап тұрасыз, қарамайсыз экранға, иә? Қазір экраннан сұрақтар шығады, оны достарыңыз ғана, яғни оқушылар ғана біледі. Сіз білмейсіз, сіз иә, жоқ деп қана жауап бересіз. Түсінікті ғой? Иә. Дайынсыз ба? Иә, жоқ? Жоқ. Иә, жоқ? Иә. Иә, жоқ? Иә. Иә, жоқ? Жоқ. Иә, жоқ? Иә. Жақсы. Өте керемет. Рахмет. Сұрақтарыңызды көріп аласыз ба? Сіз бүгін сабаққа дайынсыз ба? Жоқ деген жауап. Бүгін ұйқыңыз қанды ма? Иә. Осы сабақ сізге ұнайды ма? Иә болды. Құлашын тапсырмалар орындап бересіз бе? Жоқ. Және соңғы сізге 18 балл қойылмайтынға иә деп жауап бердім. Өте керемет. Рахмет.
бонусу бір балл болады. Иә. Қызығушылықты ояту мақсатында базер әдісімен өткен тақырыпты ескеріп көрейік, иә. Дәптерімізге жазайық. Базер әдісі бойынша өткен тақырыпта не өтіп еді? Соған байланысты бір-екі мәлімет жазып кетіңіздер. Қысқа, иә, нақты мәліметтер кеткенде жақсы болады. Қызданшайық, 1 минут уақыт беріңіздер. Жақсы, дайын болсаңыздар, онда бірінші топ Ақылбек, бастаңыз. Қаныш Сәтбаев, ол академик, ғұлама ғалым, 15-16 жасындағы жасөспірімдер оқитын болыстық мектепке барып, үздік оқумен көзге түседі. Білімге деген құштарлығы мол болған, геологиядан, басқа да ғылым салаларындағы мәдениет пен тарихтағы белсенді әрекеттері болған. Жақсы. Екінші топ, жақсы Медина. Медиасетке мамандық бойынша инженер металлургияны бітіріп шыққан, химикология институтына түсті. Ғылыми фантастикалық жанрда қалам тартты. Ол жаңғырық романын өзек тақырыбында арнаған. 1970 жылы еңбектегі ерлігі үшін медальмен марапатталды. Жақсы, керемет. Үшінші топтан, жақсы Нұрғызтай. Қаныш Сәтбаев, Дауысқа шығарамыз. Қаныш Сәтбаев, минералогия ғылымының докторы, биолог, ғалым, академик, шын есімі Ғабдулғани, Қазақ ғылым академиясының негізін қалаушысы. Жақсы, керемет. Және төртінші топ, сізден Намина Нұрғызтай. Генералның докторы, геолог, академиясының атағын алды. Ғылым саласында емес, өз саласында тоқталды. Бірінші тапсырма роман-эссенің мазмұндық құрылымына талдау жасайды. Роман мазмұнын талдау үшін топтарға бірігіп, рөлдерін бөліп алады деңдер. Бірінші топ сіздер конструкция тобы, яғни романның идеясы мен тақырыбын таныстырасыздар. Екінші топ сіздер роман идеясын өмірмен байланыстырасыздар. Үшінші топ сіздер романды бас авторының осы мазмұнда шығармасымен салыстыра талдайтын боласыздар. Және төртінші топ суретшілер тобы, сіздер роман мазмұны бойынша сурет алатын боласыздар. Я университет Дайынбыз ба? Бұнда да дайынбыз. Жағы қойып. Дайынбыз ба? Жақсы, бірінші топ Назым. Романның идеясы мен тақырыбы, яғни романның тақырыбы ол бізде Қаныш Сәтбаев эссе романы болып табылатын болса, оның идеясы сол біздің көрнекті тұлғамызды, яғни Қаныш Сәтбаевты барлық жағынан қырынан таныту, яғни оның өмірбаянын барлық халыққа насихаттау деп білеміз. Себебі бұл эссе романды оқи отырып, біз Қаныш Сәтбаевтың кішкентай кезінен осындай үлкен жетістікке қалай жеткендігі жайлы және оның өмірінде қиыншылықтар мен көптеген қызықты оқиғалармен таныса аламыз деп ойлаймын. Жақсы, өте керемет. Екінші топ Алихан. Негізі осы роман-гейм негізгі идеясын өмірмен байланыстыратын болсақ, ол студенттік оқуда қиыншылығы халықтың студент болып жүрген кездерінде, яғни 1915 жылдары тауар тапшылығы мәселесін қозғалды. СРО-дағы тауар тапшылығы бұл кеңестік жоспарлы экономикаға қатысты. Оған қоса 1921 мен 1923 жылдары мен 1930 мен 33 жылдарға арналған ашаршылық. Олардың болуының басты себебі ұлттық геноцид пен сталиндік революциялық реформа. Осы екі себеп студенттердің жалпы қазақтардың халықтың артықшылықты алу үшін сағаттар кезектеп тұруына себеп болды. Ендеше қазіргі кезден байланыстыратын болсақ, еліміз егемендігін алғаннан кейін тауар тапшылығы жыл сайын төмендеуде. Сондықтан қазіргі кезде кезекті сағаттар бойы халық тұрмайды. Бірақ та сол кездегі адамдар қиыншылықтарға қарамастан алдағы барға қанағат еткен болды. Үшінші топ романды бастапқының мазмұнында шығармасымен талдайсыздар. Жалпы Мұхтар Әуезов, Абай Құнанбайұлы
мысалы абай жолы атты 4 томнан тұратын өзінің романды жазып кеткен. Және де ол өзінің сюжетімен және де құрылымымен Медеу Сәкеннің Қан Сәтбаев роман-эссесіне ұқсас. Жалпы Қан Сәтбаев Медеу Сәкен Қан Сәтбаев атты роман-эссесінде атақты ғалым Сәтбаевтың балық шағынан өмірінен бастап, оның атақты болған кезіне дейінгі өмірбаянын жалпы жазып кеткен. Жақсы, өте керемет. Рахмет. Жақсы, бүгінгі сабағымыз сенің аяқталды. Сенен кері байланыс жасап кетейік. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Тапсырманы орындау сіздерге қандай қиындық туды және сабақтың мақсатына жетілдіру үшін тағы не істей аласыздар? Есімді сұрақтар сіздерге. Кім жауап бере алады? Айолым. Бүгінгі сабақтың мақсаты маған түсінікті болды. Ешқандай қиындықтар тудырмады. Мақсатты жетілдіру үшін тағы да Қан Сәтбаев туралы қызықты жүргізумен танысуға болады. Осы мақсат бойынша тапсырманың қандай болғанын қалайсыз? Мен басқа ешқандай өзгеріс енгізбеймін. Себебі сабақ маған ұнады. Жақсы, рахмет. Бексұлтан. Жалпы бүгінгі сабақ маған түсінікті болды. Ешқандай қиындықтар тудырмады. Өйткені сабақ өте қалай айтсам болады, бәріңіз түсінікті жеткіздіңіз. Сізге бұл мақсат жеткізу үшін не істей аласыз? Мен ештеңе қосуымның да қажеті жоқ. Осы мақсат бойынша тапсырма қандай болған қалайсыз? Бүгінгі тапсырма маған өте қызықты болды. Жақсы, рахмет.